Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін математикадан 67-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы көпбұрыштардың жіктелуі. Бірінші тапсырма: тікбұрыштың моделін пайдаланып, төртбұрыштардың бұрыштарын салыстыр. Не байқадың? Қорытынды жаса. Балалар, бізге төртбұрыштың төрт түрі берілген. Төртбұрыштардың бұрыштарын салыстыратын болсақ, барлықтарының да бұрыштары тік бұрыш жасап тұр. Бірінші төртбұрыштың бұрышын салыстырамыз. Бұрышы тік болып тұр. Бұлар тік төртбұрыштар. Барлық бұрыштары тік болатын төртбұрышты тік төртбұрыш деп атайды. Екінші тапсырма: әрбір тік төртбұрыштың түстері бірдей, қабырғаларының ұзындығын өлше. Не байқадың? Қорытынды жаса. Балалар, бізге екі тік төртбұрыш берілген. Олардың бірдей қабырғаларының ұзындықтарын өлше. Бізге бірінші тік төртбұрыштың ұзындығы қызыл түспен берілген, ені көк түспен берілген. Сызғыштың көмегімен өлшеміз. Бізде ұзындығы қызыл түсті қабырға 3 сантиметрге тең. Оған қарама қарсы жатқан қабырғасы да 3 сантиметрге тең болады. Енді ені көк түспен берілген. Бізде 1 сантиметр болды. Оған қарама қарсы жатқан қабырғасы да 1 сантиметрге тең. Қорытынды жасайтын болсақ, балалар, тік төртбұрыштардың қарама қарсы жатқан қабырғаларының ұзындықтары тең болады. Енді екінші номерлі тік төртбұрышты дәптерге сыз дейді. Бізде екінші тік төртбұрыштың ұзындығы қызыл түспен берілген. Ұзындығын сызғыштың көмегімен өлшейміз. Ұзындығы 6 сантиметр. Енін қара түспен белгілейміз. Сантиметр. Қарама қарсы жатқан қабырғасы да 6 сантиметрге тең болады. Ені 1 сантиметр. Қарама қарсы қабырғасы да 1 сантиметрге тең. Тік төртбұрыштардың қарама қарсы қабырғалары әрқашан тең болады. Үшінші тапсырма: тік бұрыштың моделін пайдаланып, тік төртбұрыштардың бұрыштарын салыстыр. Әр төртбұрыштың қабырғаларының ұзындығын өлше және салыстыр. Не байқадың дейді. Балалар, бізге 4 түрлі тік төртбұрыштар берілген. Олардың бұрыштарын салыстыратын болсақ, барлығы да тік бұрыш жасап тұр. Ұзындықтарын өлшейтін болсақ, бірінші номерлі тік төртбұрыштың ұзындығы 2 сантиметрге тең. Барлық қабырғалары тең болғандықтан, барлық қабырғалары да 2 сантиметрге тең болады. Екінші тік төртбұрыштың ұзындығы 3 сантиметрге тең. Ені 1 сантиметрге тең. Үшінші фигураның ұзындығы бізде 1 сантиметрге тең. Барлық қабырғалары бірдей тең болғандықтан, қабырғаларының барлығы да 1 сантиметрге тең болады. Төртінші тік төртбұрыштың ұзындығы бізде 3 сантиметрге тең. Ені 2 сантиметрге тең. Және қарама қарсы қабырғалары да 2 сантиметрге, 3 сантиметрге тең болады. Барлық қабырғалары тең тік төртбұрыштардың номерлерін ата дейді. Бізде барлық қабырғалары тең тік төртбұрыштар. Олар бізде бірінші және үшінші фигуралар. Бұлар шаршылар деп аталады. Барлық қабырғалары өзара тең тік төртбұрыштар. Барлық қабырғалары тең тік төртбұрыштарды дәптерге сызамыз. Олар бізде бірінші және үшінші номерлі фигуралар. Бірінші фигура бізде сары түсті фигура.
қабырғасы 2 сантиметр ұзындығы. Демек, барлық қабырғасы 2 сантиметрге тең болады. Бұл бізде бірінші номерлі фигура. Келесі үшінші фигура бізде қабырғасы 1 сантиметрге тең. Тапсырма: тікбұрышты үшбұрыштардың нөмірін ата. Бізге үшбұрыштардың түрлері берілген. Бірінші үшбұрыш ол тікбұрышты үшбұрыш деп аталады. 5-ші номердегі үшбұрыш сүйір бұрышты және тең қабырғалы үшбұрыш. 2-ші номері ол тікбұрыш жасап тұр. 3-ші номердегі үшбұрыш қабырғалары сүйір және тең қабырғалы үшбұрыш. 4-ші үшбұрыш ол доғал бұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрыш ол номері 1-ші және 2-ші үшбұрыш жатады. 5-ші тапсырма: амалдарды орында. 6 тәулік 2 сағат қосылған 5 тәулік 25 сағат. Тәулікке тәулікті қосамыз, сағатқа сағатты қосамыз. 6 тәулікке 5 тәулікті қосқанда 11 тәулік. 2 сағатқа 25 сағатты қосамыз, 27 сағат. 27 сағатты тәулікке айналдырамыз. 1 тәулік 3 сағат болады. 1 тәулікті 11 тәулікке қосамыз, сонда 12 тәулік. Және 3 сағат қалады. Келесі 3 жыл 2 айға қосамыз, 4 жыл 13 ай. Жылға жылды, айға айды қосамыз. 3 жылға 4 жылды қосқанда 7 жыл болады. 2 айға 13 айды қосқанда 15 ай. Енді 15 айдан жылға айландырамыз. 1 жылда 12 ай бар. Демек, біз 7 жылға 1 айды қосамыз. 1 жылды қосамыз, 8 жыл болады. 15-тен 12-ні азайтсақ, 3 ай қалады. Жауабы 8 жыл 3 ай. Келесі 8 дециметрден 2 дециметр 5 сантиметрді азайтамыз. Дециметрді сантиметрге айналдырып жазып аламыз. 8 дециметрің 80 сантиметр. 2 дециметрің 20-25 сантиметр. 80 сантиметрден 25 сантиметрді азайтқанда 55 сантиметр. 55 сантиметрді дециметрге айналдырамыз. 5 дециметр 5 сантиметр. Келесі 1 центнерден 72 килограммды азайтамыз. Центнерді килограммға айналдырамыз. 1 центнерде 100 килограмм бар. 72 килограмм. 100 килограммнан 72 килограммды азайтқанда 28 килограмм қалады. 6-шы тапсырма: дәптерге сыз. Барлық бұрыштары тік төртбұрыш. 2 тік бұрышы бар төртбұрыш. Барлық бұрыштары сүйір үшбұрыш. Бірінші фигура бізде. Барлық бұрыштары тік төртбұрыш болуы керек.
төрт бұрышы да тік бұрыш болып тұр. Сондықтан бұл тік бұрышта төрт бұрыш. Келесі екінші фигура. Екі тік бұрышы бар төрт бұрыш. Бізде екінші фигураның екі тік бұрышы бар. Келесі үшінші фигура. Барлық бұрыштары сүйір үш бұрыш. Бізде барлық бұрыштары сүйір үш бұрыш. Жетінші тапсырма. Фигураларды мынандай ретпен орналастыр. Тік төрт бұрыш, тік бұрышты үш бұрыш, бес бұрыш, дөңгелек. Фигуралардағы буындардан құралған сөзді оқы. Бізге берілген фигураларды ретмен орналастырдым. Бірінші, төрт бұрышта та буыны берілген. Үш бұрышта мақ, бес бұрышта та, дөңгелекте ну. Фигуралардағы буындардан құралған сөз тамақтану. Дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінесің? Дұрыс тамақтану денсаулыққа пайдалы тағамдарды, дәрумендерді тұтыну. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетеміз.